қалғампаз халқымыз сұлық салма ақындар айтсын әрқашан жоғары бағалаған. Кешегі Құлманбеттің, Жамбылдың, Шашубайдың, Біржан мен Сараның айтысы сөз өнерінің інжу маржаны емес пе деп кім айтады? Сол бір ұмытылып, кейінгі ұрпақ көмескі тарта бастаған айтыс өнеріміз бертін келе қайтадан жанданып, дамып, халқымыз айтыс сүйер қауым өзінің төл өнерімен қайтып қауышты. Айтыскерлерімізді ортаға шақырамыз. Бірінші Б сынып оқушыларының айтыскерлері Мұхамеджан, онымен айтысатын айтыскер қызымыз Ақниет. Ja, Tremo. Hoş geldin merекеге әліппеме қоштасу. Кешегі балдың бүлдіршін, бүгін жері оқушы. Болды. Ата баба дәстүрін үйренуден қашпаймыз. Айтыс десе сәнденіп, қыздар іздей бастаймыз.